Түркістан облысының жетісай ауданының мамандандырылған дарын мектеп-интернатының 7-ші сынып оқушысы Оңғарбай Маңғали Қозыбайұлының 19-ші республикалық Әл-Фараби ғылым зерттеу консервативына ұсынып отырған зерттеу жұмыстарының тақырыбы математикалық әдеби есептер, бағыты жаратылыстану математика, секциясы математика, жетекшісі жаратылыстану ғылымдарының магистрі математика пәні мұғалімі Оразбаева Айгүл Назарқызы. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты математиканың көптеген есептеріне талдау жасай отырып әдеби есепке анықтама беру. Есептерді белгілі бір типіне сай іріктеп оқушылар мен мұғалімдерге арналған практикалық маңызы бар әдеби есептердің жиынтығын жасау. Математикалық әдемілік адамзат әлемді үйлесімділікпен солықты қабылдайды. Математикаға тән сұлулық. Математика бір нәрсеге не қосылысқа байланысты танылып қалмайтыны сөзсіз. Және де математика тілінің дәлдігі, бірмәндігі және ықшамдылығының оның сұлу пән деп қарауға бір болады. Математиканың әдеми есептеріне қойылатын талаптар. Есептің шарты қызық болу керек. Ол егер геометриялық есеп болса, онда суреті әдемі болу керек. Есептің мазмұнында оқулықты есептерден айырмашылығы бар, стандартты емес элементтер болу керек. Стандартты элемент есептің шешуінде немесе мазмұнына қамтылуы мүмкін. Яғни бір есепті шешудің бірнеше әртүрлі тәсілі бар. Есептің шешуі қарапайым және көрнекті болу керек. Есептің мазмұнында қызықты мәліметтер болу керек. Зерттеу бөлімі мазмұны бойынша әдеми есептер, сызбасы бойынша әдеми есептер, шешуі бойынша әдеми есептер, әдеми олимпиадалық есептер, әдеми экономикалық есептер, математикалық дамушы есептер. Мазмұны бойынша әдеми есептер. Арман шаршы тәрізді соғындықтың төрт аяғын аралап тастады, бірақ араланған бөліктерді жоғалтып алды. Араланған төрт бөліктің ұзындықтары әртүрлі болса да, олар қиғаш болсын. Төрт аяғымен столда тіреп тұратын. Ата соғындықтың қайта қалпына келтіруге тырысты, бірақ ол араланған үш бөлікті тапты. Олардың ұзындығы 8-9 см. Төрт бұрышты бөліктің ұзындығы қандай болуы мүмкін? 7 не 11. Сызбасы бойынша әдемі есептер. Зигзаг дұрыс 9 бұрышты суретте көрсетілгенде етіп 3 бұрышты бөлді. Қай бөліктің ауданы үлкен болған ба, әлде боянбаған ба? Шешуі дұрыс 9 бұрышты тағы бірнеше диагоналды жүргізейік. Жауабы ойылған бөліктің ауданы үлкен. Шешу бойынша әдемі есептер. Картоптың бағасы ауа райының бұзылуына байланысты 20%-ға өсті. Біраз уақыттан соң оның бағасы 20%-ға төмендеді. Картоп қай кезде арзандады? Бағасы өскеннен соң ба, әлде бағасы төмендегеннен соң ба? Картоптың бағасы қанша пайызға артты? Шешімі: егер картоптың көтерілгенге дейінгі бағасы 100 бөлік деп алсақ, көтерілген соң 120 бөлік, ал 20%-ға төмендегеннен соң бағасы 120 бөлік 0,102-ден 124 бөлікке азайып, 120 азайды 24-ден 96 бөлікке. Яғни картоп бағасы 96%-ын құрайтын. Осылайша бағасы төмендеген соң картоп 4% арзандады. Жауабы 4%. Әлемдік олимпиадалық есептер. 100 өлшемдегі ақтақша берілген екі ойыншы кезектес ойын ойнады. Оның түстерін қара түске бояп жатыр. Бірінші ойыншы тек қана екі өлшемдегі шашын бояды, ал екінші ойыншы бұрыштың жасайтын 3 торгөз бояды. Бір ойылған торгөзді екінші рет бояуға болмайды. Қайсы ойыншы ұтылады? Жауабы екінші ойыншы. Әлемдегі экономикалық есептер. Жалпы біз осындай бос уақыттарымызда және қосымша сабақтарда бір-бірімізден математикалық әдеби есептерді шығарамыз. Жұмыстың нәтижелері: математиканың әдеби есептерін классификациялау, әдеби есептердің жинағын жасау, сабаққа олимпиадаға дайындалуға, мектеп оқушыларының математикалық қабілетін дамыту үшін осы жинақты қолдану, оқушылармен сабақты ұйымдастыруда мектеп мұғалімдерінің осы жинақты қолдану. Қорытынды: санаңды сенің толтырар математика пәні бар. Сабағында егер оқысаң, өмірінде саған жол ашар. Қадірін білсең, егер сен қол ұшын бер, ол саған есептеп жүрсе, бәрінде сүрінбейсің ғой өмірде. Сөзінің соңында әдемі есептерді шығаруда шығармашылық жұмыс істеу әрбір оқушыға тиімді дер едім. Назарларыңызға рахмет.